армысыздар достар. Бүгін сіздермен тез және оңай арықтаудың бірнеше тәсілдермен бөлісетін боламын. Арықтаудың жолдары өте көп. Дене жаттығу арқылы, дұрыс тамақтану арқылы арықтауға болады және әртүрлі дәрі-дәрмектермен арықтауға болады. Адам семірген сайын денедегі инсулин көбейе береді. Осының өзі денедегі тұз бен судың алмасуын баяулатып, тамырлардың жұмыс істеу қабілетін төмендетеді. Қан қысымын жоғарылатады және басты ауыртады. Арықтаудың ең оңай және қарапайым әдісімен бөлісетін боламын. Ең бірінші әдісі 1 литр сүтті отқа қойып ірітіп, ақ ірімшігін сүзіп аламыз. Оның сары суын күн сайын таңертең аш қарақта 30-50 грамм аралығында ішіп отырамыз. Бұл асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартады, семірудің алдын алады. Яғни семіруді тежейді. Оның құрамында өзгеше қант, лактоза және де басқа элементтер бар. Бұдан біздің іштің жүруіміз реттеледі. Адам ағзасындағы артық суды айдап, зиянды қалдықтарды тазартады. Екінші тәсілі арықтаудың аптасына 1 рет тамақ ішпейсіз. Ол күні термосқа 1 ас қасық қара шайды салып, үстіне қайнап тұрған 1 литр сүтті құйып, ауық-ауық шайқап қоямыз. Тамақ ішкіңіз келсе, осыдан ішесіз. Осыны бастардың алдында кешке 1 стақан су ішіп жатасыз. Келесі күні жатарда осылай жасауға болады. Айына 3-5 килограмм салмақтан қиналмай арылуға болады. Арықтаудың тағы бір тәсілмен бөлісетін боламын менің арнамда. Арнама жазылып, тіркелуді ұмытпаңыздар.